көлдің бойында. Содан шал күнкөріс жасап, көлден барып балық аулайды екен. Содан шалдың қармағына бір күні бір балық түсіпті. Әлгі балықты шал қуанып, мына балық жақсы болды ғой, кемпірімізден екеуміздің бүгінгі азығымыз болады ғой деп, әлгі балықты қармағынан алып жатса, әлгі балық шалға сөйлепті. Шал, мені жеме, мені босат. Не қып деп сөйдесе шал. Мені босатсаң, мен сенің айтқан нәрсеңді орындайын депті. Содан шал тұрды да, онда маған біз қазанымды бер. Содан кейін жаңағы не бер, ұртоқпақты бер депті. Содан жаңағы кімнің балық жарайды, орындайын осындай деп. Сосын кейін жаңағы үйіне кеп, жаңағы кемпірін айтады, осылай жаңағы қармағымды судан алсам, жаңағы менің қармағым осындай балық түсіпті. Әлгіні алып келейін деп, мәні балық сөйлеп маған, мені босат деп. Содан балықты босат жібердім бе депті. Содан кемпір шалына ұрсып, өй ақымақ, о неге босатасың, алып келмедің бе десе шал. Өй кемпір, оны әкелген ол сөйледі маған, мен сенің әр неңді орындап берем дегеннен кейін мен оны босаттым депті. Сосын ертеңінде кеп, судың жағасына кеп, жаңағы балыққа жаңағы неменесі құдай-ау, ұмытқанбыш, қанатын жағады. Қанатын жақса, ана балық судан шығады. Сосын шалға айтады, қандай неңіз бар, маған қоятын өтінішіңіз бар дейді. Сосын кейін жаңағы шал неге балық айтады, жаңағы біз қазаныңды бер дейді. Сосын жаңағы, жарайды, онда үйіңізге бара беріңіз, қазір оныңызды орындайын дейді. Содан шал үйіне барып, кемпіріне қуана барып айтады, жаңағы несін, балықтың айтқан несін, уәдесін. Сосын кейін жаңағы үйіне кеп, жаңағы кемпір айтады, ал енді пыс қазаныма айт енді деп сөйледі. Сосын кейін пыс қазанды қойып қояды, шал пыс қазаным деп жаңағы қазанға айтса, қазан тамақ пысады.